Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы болған екен. Бірде құлшылық уақыты таяғанда ол ұлдарын ертіп мешітке келеді. Халық жиналып үлгермепті. 30 ұлымды бір жамағат қойдып, жұртты күтпестен ұлдармен ғибадатты бастап кетеді. Намазда екі жаққа сәлем беріп жатып, расында да өзімнің әулетім бір қауым ел екен деп астамшылық ойлайды. Намаз бітіп бата жасаларда 30 ұлы сәждеден тұрмай қалады. Дәуіт секем алып тіксініп қалады. Астамшылық ойлап халықты күтпеген үшін Алла оның 30 ұлына сол мезетте қаза жеткерген екен. Сол кезде пайғамбар малдасын құрып отырған бойы қолын екі бүйіріне таянып қайғырыпты. Содан бері ел арасында біреудің жақыны қайтыс болса, бүйірін таянып отырып аза тұту дәстүрге еніпті. Бей уақытта екі бүйірін таянуға болмайды, жамандық шақырады деген түсінік бар.